Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, Азамат Скаков YouTube каналының көрермендері. Кезекті подкастымызды жалғастырамыз. Енді бүгінгі қозғағым келген тақырып бұл 6 апта деп аталады. 6 апта деп. Ғылымда белгілі бір білесіздер, баяғыда бір қатты дәлелденбеген бір теория бар. Оған қазір көп ғалымдар қарсы шығып кетті. Жаңағы 21 күн, 42 күн бір нәрсе деген 21 күн дегенге қарсы шықты көп ғалымдар. Бір адамға әдет қалыптастыру үшін зерттеу болады. Сол жерде мынандай теория ұсынады. 12 күндік бір теория ұсынады, 21 күндік теория ұсынады, 42 күндік теория ұсынады, 90 күндік теория ұсынады. Естеріңізде болса, алдыңғы апта біз 90 күндік теорияны сөйлескен едік. Енді 42 күнді сөйлесейік. 42 күн ғылымда бар, психологияда бар, және білесіздер, бізде арбаин деген діни философиямызда да 40 күндік деген маңызды бір дата бар, маңызды бір күн бар. Біз 40 күн бір нәрсемен айналысқан кезде бізге бұл әдет болып айналады. Енді давайте осы уақытқа дейін естеріңізде болса, біз көп теоретический қырларын айттық, алдыңғы апта біз 90 күндік практикаға кірістік. Енді кез келген бір істі мен 42 күн үзбей жасаймын деген бір ұстаным болса, 42 күн тіпті маған дәл қазір қатты ұнамай жатса да, мысалға сіз бір тренировкаға бардыңыз, күреске бардыңыз, немесе пилатеске бардыңыз, қандай болса, и сол жерде бір маған ұнамайды екен деген сияқты бір сезім болды дейік. Сол жерде де давай біз 6 апта 40 күн, 6 апта ешқандай отмазкасыз өзіме жаңағы мен негізі миыма мүмкіндік берсем, мен жаңағыдай нетуге, қалай айтсам болады, спорт етуге, таңертең барсам ба, бармасам ба деген сол кезде менің миымның әлсіз бөліктері пайда болады деген әлсіз бөліктері жеңіп кетеді. Қойшы, кішкене ұйықтай тұршы, ой, ертеңде барсақ болады ғой. Бұл күні бүгін ғана біз бір кісімен келісіп, таңғы 6:30-да тренировкаға бардық. Сол кісі айтады да, мен кеше түнде кеш жатып қалдым, соны сізге жазайын деп жатқам дейді. Келесі апта бастайықшы деп жазайын дедім, бірақ жаңағы ерік жігерімді жинап келдім дейді. Өте керемет, өте керемет. Сондан бірінші теория, давайте достар бетейік, ешқандай эмоциясыз. Давайте эмоцияны алып тастайық. Эмоция алып тастайық. Андай, егер де мен эмоциямен өзіммен сөйлескенде, мен көп жерде ұтылып қалатын едім. Білесіздер, мен 10 жыл таңғы 5-ке дейін оянам, 4:45, 4:30, бір уақыттар 4:15-те ояндым. Енді егер де мен осы таңғы оянуларымда эмоциямен өзіме есеп бергенде, мен айтатын едім, қойшы, күндіз шаршап қаласың, сосын жаңағы таң атпай не істейсің, кешке қарай да істесең болады ғой, бір кісілер денсаулығыңа зиян емес па, таңертең спортпен айналысу дейді. Әзірге спорттың зиянын көрген жоқпын, Әрине, профессионалды спорт туралы айтып жатқан жоқ. Профессионалды спортта міндетті түрде зақым алады адамдар. Өйткені ол жерде өзіңіздің денеңіздің шектеулеріне қарамай медаль үшін біраз неге барасыз, шектеулерді озасыз. Бірақ біз өзіміз үшін әдемі спорт айтып жатырмыз. Сондықтан без эмоций. Әйтпесе бүгін таңертең мен оянғым келген жоқ, достар. Бүгін таңертең мен 5:30-ға ояндым. Содан кейін 1 сағат жаңағы бүкіл таңғы ритуалдарымды істедім, кітабымды оқыдым, жаңағы дұғамды еттім де, бір кезде сағат 6-да биттім. Жарты сағат болса да ұйықтап алайын дедім. Менде болады. Тіпті будильник қойдым да, жаттым төсегіме, 1-2 минут жаттым да, жүзде ұйқым ашылып кетті, соны тұрып барып қайтып жалғастырдым тәртіптерімді. Енді қазір өте андай, қалай айтсам болады, энергичный болып отырмын. Таңертең бардым, жаңағы спортыммен айналыстым 2 сағат, одан кейін барып 2 сағат бір жерде семинар бердім. Қазір келіп осы YouTube түсіріп отырмын. Өзімді өте энергичный сезініп тұрмын, Не үшін болды? Өйткені мен таңертең біраз тірлігімді бітіріп алдым. Енді бәтебедек, 6 апта эмоционалды тұрғыдан өзіме ойлануға мұрша бермей айналыса беремін. 6 апта, бір спорт 6 апта, бір әдет 6 апта. Енді неге 6 апта? Теориялық тұрғыдан, егер 6 апта бұл іспен айналысқаннан кейін, бұл іс сізге ләззат әкеле бастайды. Бірақ 6 аптаға дейін біраз сын болады, іштей.
иә. Мысалы мен осы ай күресетін залымды ауыстырдым. Иә, соңғы 4 жыл тек таныс болып кеткен бәрі күшті, залды жатқа білесің, маршрут жатта білесің. Ол соңғы 1 ай ауыстырдым залымды. Таңғы 6:30-да үйден сәл алыстау, анау жап-жақын еді. Енді барар кезде мынандай ой болды менде. Таныс емес адамдар, таныс емес жер, көлікті қайда қоям, тренер қандай екен, ана кісілер қайда екен. Соны залға кірдім, жаңа амандастым жігіттермен. Саған біртүрлі қарайтын сияқтысың, сен новичоксың. Ана жерде бір сезім болады, ол сезім. Енді осы сезімнің өзі өмір. Осы сезімнің өзі ләззат болып кету керек. Бір жаңа жерге бару, бір көрмеген жерге бару, таныс емес адамдармен араласу, достар, бұл бізді өсіреді. Сондықтан мен сіздерге айтайын, шынымен де сіздерде де болатын шығар ол. Андай бір кер тартпа бір сезім болды ше. Ят қой, біртүрлі ғой, ешкім танымай, ана жақта бәрі мықты болып, мен тормоз болып қалсам ше, ең әлсіз мен болып қалмайын ба деген сезім болды. Бір қазір 3-ші апта мен қайтып ләззат ала бастадым. Бірақ ана бірінші күндегі ішкі арпалыстың өзі ләззат болып кету керек сізге. Сондықтан давайте. Біз 6 апта. Егер осы алдыңғы подкасттардан әлі де сіз бір әрекетке көше алмаған болсаңыз, мына подкаст сізге бір түрткі болсын, қайтадан жазылыңыз, қайтадан кірсіңіз, қайтадан өзіңізге бір 6 апталық челлендж жариялаңыз. 6 аптадан кейін бұл нәрсе сізге ләззат әкеле бастайды. Екінші бір көмектесетін нәрсе, достар, ашық сабақ. Естеріңізде ме, мектепте бізде ашық сабақ болатын еді. Біз ашық сабақта бәріміз әдемі киініп келетін едік. Ұстаз айтатын еді, ертең ашық сабақ болады. Завуч келеді, директор келеді, бәрің әдемі киініп. Біз бәріміз әдемі болып киініп келеміз. Ол күнге ерте жиналамыз. Барлығымыз отырамыз, барлығымызды түзіп отырамыз, қолымызды бүйтіп көтереміз. Сосын ұстаз сабақ өтеді, директорлар қарап отырады, біздің отырысымызды қарайды, ол кісінің сабақ түсіндіруін қарайды. Бір әдемі, идеалды бір сабақ болатын еді ғой, естеріңізде. Енді әдеттер тақырыбында, достар, ашық сабақ жасап тұру маңызды екен. Бұл сіздің әдетіңіздің тұрақтылығына. Яғни, делік. Сіз 2 ай бойы бір спортпен айналысып жүрсіз. 2 айда бір тексеріс сияқты өзіңізге жасасаңыз. Бұл әдетте жаңа жарыс, бір нәрселер болады. Мысалы, сіз бізде грэплингтан, джиу-джитсудан күз опен деген бар, сондай жарыстар бар. Барып көріңіз, бұл сіз үшін ашық сабақ болады. Жеңе алмауыңыз мүмкін, жеңіліп қалуыңыз мүмкін. Немесе жаңа бір курс, бір нәрсе оқимыз да, сосын кейбір кісілер айтады ғой, қойшы, сертификацияға бармай қоям дейді. Маған сертификат керек жоқ, өзім үшін оқып жатырмын. Жоқ, достар, барып көріңіз. Өте алмай қалсаңыз да барып көріңіз. Бұл не болады білесіз ба? Сіз үшін ашық сабақ эффектін береді. Бұл одан әрі бекітеді. Сондықтан бір тексеріс жақсы негізі бізде. Бір өзімізді тексеріп тұруымыз мүмкін, өзімізді тексере алмасақ, онда біреу бізді тексерсін. Яғни осы уақытқа дейін жинаған мастерствоңызды бір сынайық. Енді бұл бізге әдет болып айналып кету үшін, біз ол нәрсеге күнде, кем дегенде 10-15 минут бөлуіміз керек. Яғни 6 апта бойы, 42 күн бойы мен 15 минут бөлем. Бірақ делік сіз тұрдыңызда күрес дей бердім ғой, күрес маған жақын болғаннан кейін. Күреске бардыңыз, бірақ аптасына 3 күн ғой сізде жаттығу, аптасына 3 күн. Немесе жаңа стретчингке бардыңыз, аптасына 3 күн ғой сізде жаттығу, Бірақ менің миымдағы нейрондар, жаңағы А нейроны, Б нейроны, С нейроны, сол күреске қатысты нейрондар күнде жұмыс істесе жақсы. Енді ол тек залға барып, жаттығу жасағанда ғана жұмыс істемейді ол нейрондар. Ол нейрондар жай сол туралы ойласаңыз уже жұмыс істейді. Яғни, естеріңізде болса, осыдан бұрынғы бір подкастта, білмеймін, алғашқы подкасттарда біз әдеттің формуласын түсіндірген кезде айтқан едік, А нейроны бар, Б нейроны бар. Енді осы 2 нейрон арасында қайтадан синапстар арқылы жаңа бір байланыс орнатып жатырмыз. Бастапқыда өте әлсіз болады.
жаңағы аяғың дұрыс емес тұрып қалады, қолыңды дұрыс емес тұрып қаласың, бір ыңғайсыз құлап қаласың, бір нәрсе боласың. Бірақ уақыт өте келе ана екі нейрон арасындағы көп ақпарат жүрген сайын синапстар бірігеді да сыртына миелин қабықшасы жабылады да, енді бұл бізге әдетке айналды. Миымыздағы структура бойынша бұл әдетке айналды. Енді бұл екі нейронның арасындағы ақпаратты жүргізу тез болған үшін біздің миымыз соны таңдай береді деп айтқан едік. Енді мен 6 апта бойы күнде 10-15 минут сол спортқа қатысты нейрондардың жұмыс істетуім керек. Яғни 3 рет тренировка бардық, окей. Қалған 4 күн не істейміз? Сөйлеуім керек сол туралы, біреумен сөйлесуім керек. Сол туралы видео көруімге болады, сол туралы сабақ тыңдауыма болады, немесе сол туралы бір нәрсе жазуыма болады. Мынау сол тақырыпқа қатысты, мейлі ол кітап оқу тақырыбы болсын, мейлі ол ақша табу тақырыбы болсын, мейлі ол жаңа отбасы қарым-қатынас тақырыбы болсын, мейлі ол спорт болсын, мен бұл туралы күнде 10-15 минут миымдағы нейрондарды жұмыс істетуім керек. Сол кезде бұл маған ләззат бере бастайды. Енді келесі бір мәселе, бұндай әдеттеріміздің таңертең. Достар, өте берекелі уақыт. Шынымен бұл өте берекелі уақыт, сондықтан әдеттеріңіздің қалыптастыру уақыты ол таң болу керек. Енді бұның барлығында сізде ең бастысы жай шешім қабылдау. Мен шешім қабылдаймын, мен бүгін бастаймын, мен бүгін істеймін деген шешім қабылдау. Қиындатып алмай, алдында да айтқан едік қой, кіретін точка жеңіл болу керек. Қиындатып алмай, тек осы тақырып бойынша бүгін кірсем. Бүгін қолымда бар мүмкіндікпен кірсем. Бүгін қолымда не бар? Кроссовка жоқ, бірақ ескі бір онша емес кроссовка жарайды, сонымен істей берейік. Бір әдемі киім алуым керек, бірақ ол киімімді алу үшін маған келесі айлықты күту керек. Жоқ, қазір не бар? Қатты әдемі болмаса да сонымен бастай берейік деген сияқты. Кітап оқуым керек еді, онда мен меломанға барып кітап алайын. Жоқ, үйде қандай кітап бар? Ол кітап маған ұнамайды, оқи берейік. Бүгінге содан бастайық. Ыңғайлы уақыт келген кезде барып кітап дүкенінен барып кітап аламыз. Бүгін бастау керек және қиындатпай бастау керек. 6 апталық өзіме челлендж жариялауым керек. Мен 6 апта айтуым керек. Мен 6 апта осыны істей берем. Енді осы тұрғыда мынандай бір екі қыры бар мен бөлісіп келген, ол жаңағы не дейді, бәліш пен қамшы дейді ғой. Бәліш пен қамшы. Бір жағынан мотивация, бір жағынан стимуляция. Енді қараңыздар, стимуляция дегенім арттан қамшы. Мысалы, кредит алып алдыңыз, енді оны төлеу үшін сіз жұмыс істейсіз. Бұл сізге стимуляция. Қамшы, өйткені жаппасаң, анау мүлкіңді тартып алады деген қамшы бар. Ал алдыдағы жарқын бір болашақ, бұл сізге мотивация. Мен бүйткім келеді, мен Құдай қаласа ананы аламын, сол үшін мен қазір жұмыс істеуім керек. Мен Құдай қаласа мынандай болуым керек, сол үшін мен қазір спортпен айналысуым керек деген сияқты. Бұл мотивация. Екеуін түсініп алыңыз, Енді бізге негізінде әдемісі мотивация. Бірақ кейбір адамдар айтады, маған стимуляциясыз мен жұмыс істей алмаймын дейді. Білесіздер ме, кейбір кісілер айтады, кредит алмасам, маған мотивация жоқ жұмыс істеуге дейді. Қарызға кірмесем, мотивация жоқ дейді. Тура сол сияқты. Бұл стимуляция, мынау мотивация. Достар, 20 секундтық реклама. Мен қазір осы уақытқа дейін айтып отқан бүкіл ақпараттарым барлығы мына екі кітапта бар. Сен кітабы және мен кітабы. Сен кітабы 2023-те шықты, 2023-тің үздік кітап атанды, бестселлер болды. Мен кітабы 2024-те шықты, 2024-тің үздік кітап атанды, бестселлер болды. Енді осы екі кітапты, егер де жаңа тақырыптарды тереңірек білгіңіз келсе, ғылыми дәлелдемелермен көргіңіз келсе, осы екі кітапты алыңыз. Екі кітапты қазір алған кісілерге біз 14 курс тегін беріп жатырмыз. Ол курстар кезінде сатылған, қымбатқа сатылған курстар қазір тегін беріп жатыр. Сілтемені астыға бекітіп кетем, көріскенше. Енді мотивация сіз өзіңізді марапаттап тұруыңыз керек. Бір жолда шығып бара жатқанда өзіңізді марапаттап тұруыңыз керек. Мысалы, делік, сіз бір кітап бітірдіңіз, марапаттаңыз өзіңізді. Сіз жақсы көретін не нәрсеңіз бар? Бәлкім бір күшті әдемі жерге барып отырып түскі ас ішу, күшті бір ресторанға барып шай ішу, немесе бір кофейняға барып кофе ішу. Бұны сіз өзіңізге, миыңызға андай түсіндіріңіз, бұл марапат.
мен өйткені кітап бітірдім, мен сол үшін өзімді марапаттаймын. Енді бұл сіздің миыңыз жеңіске тәрбиелейді. Енді жаза да қолдансаңыз болады. Жаңағы стимуляция дейді, қамшы, ол жаза, жазалау. Айтады, мынандай істемесем, мен осынша уақыт сотканы қолдамаймын. Мынандай істемесем, мен енді тәтті бір апта жемеймін деген сияқты. Бұл жазалау. Естеріңізде мынандай бір кезінде бір модетіне қолына не тағып алады, резинка тағып алады да. Жаңа бір жағымсыз сөз айтып қалса, бүйтіп шақ етіп қолын. Сол кезде сіздің миыңыз дене арқылы ана ақпаратты не дейді, мына сөзді айтуға болмайды деген бір теория бар. Жұмыс істейді белгілі бір дәрежеде. Әрине өзімізге зақым тигізудің керегі жоқ, бірақ дегенмен жазалауға болады. Анау сіздің бәлішіңіз болады, кнут и пряник дейді ғой. Мынау сіздің бәлішіңіз, ол мотивацияңыз, ол және сіздің марапатыңыз. Мен мынандай нәрсе жазсам, біз адамдарға мотивация береміз ғой. Егер мынаны командаңызға айтасыз, егер осындай оборотқа жетсек, біз сендер Түркияға апарамын деген сияқты, мен Дубайға апарамын деген сияқты. Бұл мотивация өзіңізге де сондай мотивация болсын. Өзіңізге де сондай бір жарқын марапат болсын. Ол жай ғана магазинге барып мороженое жеу болуы мүмкін, бірақ сіздің миыңыз оны марапат ретінде қабылдайды. Марапат қашан беріледі? Жетістікке жеткен кезде беріледі. Енді мен қайта миыма жетістікке жеткенімді көрсете берсем, біраздан кейін не болады? Менің миым жеңімпаздың миы деген идеяға келеді. Ал бұл жұмыс істейді, достар, бұл өте маңызды. Енді жазалау әрине жақсы емес, бірақ аз мөлшерде қолдануға болады, кейбір кісілерге керек. Бүйтіп айтайық, проценттік қарым-қатынас жағынан қарайтын болсақ, 70% адамға мотивация өте ыңғайлы, енді кейбір 30% адамдар бар, кішкентай кезінде бәлкім тәрбиесіне қатысты, бұларға стимуляция керек, бұларға арттан қамшы керек. Бұларды қамшылап отыру керек, бұларды жазалап отыру керек деген сияқты, енді өзі өсін жазаласын деген. Осы жерде осы екеуін қолданып көрсеңіздер болады 6 аптаның ішінде. Енді келесі бір мәселе мынандай, оны қосу керек. Бізге белгісіздік іште бір стимул тудырады екен. Белгісіздік. Мысалы, бүйтіп мынандай эксперимент жасаған. Корпоративтер болады ғой, компанияларда. Сөзде корпоративке келген кісілерге сыйлық, неше түрлі ойындар болады. Сол ойында мынандай сыйлық болады деген кездегі қарағанда белгісіздік жасап қойсаңыз, бір жасырын, бір құпия. Корпоратив келгендерге құпия сыйлықтар болады деген кезде адамдарды қаттырақ тартады екен. Сонда корпоративті жаңағы келу пайызы жоғарылап кетеді екен. Сондықтан өзіңізге осындай бір мотивация ретінде өзіңізге, жақындарыңызға белгісіз бір сыйлық жасасаңыз болады. Кеше ғана мен бір жерде спикері болдым. Сол жерде баннерына, рекламасына бүйтіп жазып қойыпты да, құпия спикер деп. Құпия спикер келеді сағат 2:30 деп. Енді адамдар қызыққан екен. Кім ол? Ойланады. Қандай адам ол? Кім екен? Не туралы айтады екен деп қызығады екен да, сонда келу ықтималы көбейеді екен. Сондықтан бұл да бір лайфхак, достар. Осы нәрсемен бөліскім келді. Іске сәт 6 апта бойы қайтадан бір сілкініп алайық, қайтадан бір тырысайық. Бұл сіздің бір кісі айтады, Зеке дейді, мен өзіме осыдан бір 10-шы рет сөз беріп жатырмын. Давай 11-ші рет тағы сөз берейік. Бұл менің бойыма әдет болып сіңіп кетпейінше мен тоқтамаймын. Мен бұл әдет сіңбейінше, бұл нәрсе реттелмейінше, бұл мәселе шешілмейінше мен тоқтамаймын, мен істей беремін. Мен 1000-ші рет жасап жатырмын. Жарайды, 1001-ші рет жасайық. Мен 2000 рет жасайық. Жарайды, 2001-ші рет жасайық, 2002-ші рет жасайық. Жасай берейікші, достар. Жасай берейік. Сіздің әзірге дейін қолыңыздан келмеді. Бірақ бәлкім ол уақытта бір ыңғайсыз бір жағдай болды, сәті келмеді, ыңғайсыз адамдар болды, ыңғайсыз орта болды. Қазір дәл сәті. Қазір дәл әдемі сәт. Қазір спортпен айналысуға дәл әдемі сәт. Қазір қаржы қағидаларын зерттеуге дәл әдемі сәт. Қазір әдеттерімді реттеуге дәл әдемі сәт. Сондықтан